Кадрия Шыклы 69 жаста. Қазақстанға Түркияның Стамбул қаласынан келген. Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университетіне туризм мамандығы бойынша оқуға түскен ол, қазір дайындық орталығында қазақ тілін үйреніп жүр. 3 баланың анасы Кадрия Шыклы сыныптағы басқа оқушыларды өз баласындай көріп, қамқорлық жүреді. Ben Türkiye'nin İstanbul kalasından geldim. Benim 3 balam var. Ben Kazakistan'a geleli 1 aydan aştı. Kazak dilini öğrenip durumum. Benim için Kazak dili onaydı. Біздің орталығымыз үшін үлкен бір қуанышты жағдай болды. Өзіміз де таңырқадық, бірақ сондай жақсы көңіл күймен қабылдадық. Кадрине ханым Түркиядан келді. Сабақ кезеңдерінде менің байқағаным, Кадрине өзінің жасына қарамастан өте белсенді тыңдаушы, белсенді тіл үйренуші. Әр күн сабақтан қалмайды, ерте келіп дәрісханаға кіріп отырады, сұрақтары көп, сұрайды, білгісі келіп тұрады. Және мен қалай түсіндіріп жатсам, солай менің сөзімді қайталап отырады. Әлемнің бірнеше елін аралаған Кадрия Шыклы Қазақстанға тез бейімделгенін айтады. Ол жаңа нәрсе үйрену ешқашан кеш емес деген пікірде.